ақымақ болып көрінуден қорқу пайда болады. Хейт деген ол салық сияқты, налог за твой успех. Адамның блогы адамның айнасы болу керек деп ойлаймын. Дәл қазір саған не қызық, соны айтып жүре беруге болады. Менің ғана жолым болмайды, мен ғана осы бір жүрген бір бейшарамын деген сияқты оймен бәрін тастап кетеді мысалы. Сондай моменттерде ол адам не істеу керек? Адамдар глянецті вау деп көретін жаңағы байлық ақшаны ол заман өтіп жатыр. Ақшасын мүлдем жинамайтын адамдар бар. Вот зарплата алады, зарплатадан зарплатаға дейін жұмыс жасайды, немесе кредит алады, кредитті кредитпен жабады, қарыз алады, қарызды қарызбен жабады. Қаржыңызды сіз басқармасаңыз, кейін ол сізді басқарады. Қазір қоғам шаршады. Успешный успехтан, жаңағы неше түрлі брендтардан, машина, квартиралардан. Бір апта жұмыс істемей жата аласыз ғой, иә? Ну попробуйте в Америке аш қаласыз. Бірден результат ол тек қана лохотрон. Мен үшін инсайт болды. Время не наступит, время надо выделить. Инвестиция адамды ұзақ мерзімді ойлануға үйретеді, ақшаның қадірін түсінуге үйретеді, сізге еркіндікті қамтамасыз етеді, ешкімге масыл болмауды қамтамасыз етеді. Құрметті оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен байланыста мен Дана. Бүгін бізде өте ерекше қонақ, қоғамда ақылды қыз лақап атымен танымал болған документалист, журналист Алия Ашим. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Сізді бүгін осы подкастта көргеніме өте қуаныштымын. Жалпы менің ғана емес, қазақ қыздар аудиториясындағы ең бір жаңағы орысша айтқанда слушатели, оқырмандары өте сапалы әрі білімге құштар аудиторияның иесі деп білемін өз басым сізді. Өте бір жаңағыдай мен сізге комплимент айтып жатырмын. Рахмет. Білімге құштарлықты, кітап оқуға, қазақ қоғамын қарапайым жалпақ тілмен үйретіп жүрген маман ретінде көремін өз басым. Алия ханым, айтыңызшы, осы кітапқа деген құштарлық қайдан пайда болған? Бұл бала күннен ба, әлде ата-анаңыздың бір салып кеткен дүниесі ма? Қайдан пайда болды кітапқа деген құштарлық? Рахмет, Дана. Біріншіден шақырғаныңызға. Ақылды қыз деген кезде ақылды деген негізі екі жағы да бар. Себебі кейде адам ақылдының образынан шыға алмай қалады да. Бір ақылды болғаннан қалай айтсам, ақымақ болып көрінуден қорқу пайда болады. Саған біреу ақылдысың деген сайын адам біледі, білмейтін заты көп қой. Және сол білмейтін мойындау, және басқа біреудің алдында ақымақ көрінуге қорқып қалады деген сияқты көп жағындай моменттер бар. Негізі өзіңізді отличница солай, 6 мелкке бітірген. Подобное притягивает подобное. Бір рет мен көрдім сторисіңізде 6 мелкке бітіргем деп посттан ба. Менде сондай бізік бар, жалпы жақсы оқыған адамдарды жақсы көремін. Өйткені не андай, біз троечниктарды көп романтизацияладық да. Менің ойымша отличниктардың прайм эрасы келді. Сондықтан түсінесіз деп ойлаймын. Бізде андай синдром отличника деген көп болады. Және осыдан шықты деп ойлаймын, кітап оқу деген. Өйткені мұғалімнің баласы боласың, сабақ жақсы оқисың. Және мұғалімнің баласы болып, сабақ жақсы оқығаннан кейін саған жаңағындай ақылды болу, по дефолту ақылды болу керек деген сияқты. По программе. Иә. Бүйтіп айтады ғой мектепте. Сен мұғалім баласы емессің ба? Деп ше. Қалай сен солай істедің деп. Анау линейкаға жалпы кешігіп келіп линейкаға шығарса да, дискотекада біреумен төбелессең де, неше түрлі істейсің ғой. Мен өте бұзық болдым. Содан мұғалімнің баласы болып алып деген осы аргумент бірінші шығатын. Сол кезде андай ойлайтын, так, сенде бір статус бар сияқты. Содан ойлайсың, я мен демек оқуым керек деп. Бірінші сол деп ойлаймын. Екінші, біздің үйдегі кітапхана, біздің үйде үлкен залда кітапхана болды. Білмеймін қанша кітап. Сол залда жатасың ерігіп, сол кезде кітап нелерін көресің ғой, тайтл дейді ғой, тақырыптарын көресің. Бүйтіп трактор туралы да бар, уже Советский Союздың кітаптары ше. Бүкіл қазақ әдебиеті бар, орыс әдебиеті бар, соның бәрін сөйтіп қызығып бастадық. Және ол неліктен десеңіз, тағы да әлеуметтік желінің, телефонның жоқтығы шығар деп ойлаймын. Өйткені жазда, ауылда дым бітірмейсің ғой.
дейтін тым жоқ қой. Қалаға бармайсың, ол кезде қалада бізде ондай бір қалаға бару деген түсінік жоқ. Ауылда жатасың, аяғың шаншаң болып волейбол ойнап келесің. Ауылыңыз қай жақта? Қарағандының жанында ауыл. Жаңағы 6-7-ге дейін күн ыстық, Мгм. сондықтан далаға шықпайсың. Сол уақытқа дейін бірдеңе істеу керек. 6-7-ге дейін кейін қаңғып кетесің ғой жаңағы волейбол ойнап, шаң тозаңда. Сол кезде үйде жатқанда бірінші бір кітапты алып оқу, бір кітапты алып оқу сондайдан басталды деп ойлаймын. Қызығушылық сол жақтан басталды. Мгм. Жалпы сіздің балалық шағыңызда сіздің дәл қазіргі ойыңызды анық, еркін, жеңіл түрде жеткізуге қатты бір әсер еткен дүниелер бар ма? Мысалы, қазір тіпті блогты енді бастап жатқан кісілер бар, бастаймын деп ойлап жүрген кісілер бар, иә. Тіпті 5 адамдық туған күнге барса да өзінің ойын анық айта алмайтын адамдар бар. Мысалы, сіздің кішкентай күніңізде ол мүмкін ата-анаңыздың махаббаты шығар, мүмкін ата-әжеңіздің махаббаты шығар. Жалпы бүгінгі күні Әлия Ашымның өзінің ойын анық, нақты айтуына не себеп? Менің ойымша, тағы да бірінші фактор бұл еркін өсу, өзіңіз айтқандай. Еркін өсу деген менің кішкентайымын ғой, қыздан кішкентайымын. Сондықтан бір 7-8 жыл өте еркін өскенсін, маған менде андай қазіргі тілмен айтқанда зажим бірдеңе деген сияқты заттар көп болған жоқ. Өйткені мен андай деп концерт қою, біреудің алдына барып жаңағы импрессион жасау, жаңағы психологтар айтады ғой, проявление деп. Ондайдан кішкентай кезімде мен соған құмар болдым. Маған қараса екен деген сияқты, мен концерт қойсам екен деп. Ал екінші, менің ойымша, ол жаңағы іштегі нелер шығар. Бұл мінез құлық шығар. Ал ойды дұрыс жеткізу үшін мінез құлықтан бөлек адамда кәдімгідей лексикон болу керек деп ойлаймын. Словарный запас дейді ғой орысша. Ол әуелі сен қарабайыр тілмен, одан кейін ойды жаңағы әдемі жеткізу үшін менің ойымша тағы да кітап. Енді андай өзінше болып кітап оқыңдар деп айтып отыратын вайбта отырғым келмейді, бірақ бәрібір сен қандай ақпарат тұтынасың, сол ақпарат және сол ақпараттың тілі сенің матрицаңа енеді, және ол сен соны қайтып шығарасың дегендей ғой. Өйткені балаларыңыздан бақыласаңыздар да болады. Балаңыз тикток көріп, жаңағы ютубте отқан кезде тура солай сөйлей бастайды ғой. Менің де балам солай, тура солай сөйлей бастайды. Ана сөздің мағынасын білмесе де. Ал жаңағы кітап оқығанда басында түсінбейсің, басында болмаса жаңағындай Ішің пысып кетеді. ішің пысып кетеді, сөйлемдер бір не болып тұруы мүмкін да, бір қиын сияқты. Бірақ уақыт өте келе бұл жаңағы саты лестница сияқты ғой. Жаңағы қосуды үйрену, прогрессияны үйрену, вышматқа бару деген сияқты. Этаппен ол өзі миыңда құрылады, бір функция, конструкция. Содан кейін ол өзі автоматпен шыға бастайды деп ойлаймын. Бірақ оны да мен бір мақсат болу керек деп айтпаймын адам баласына. Насмотренность, иә. Тура сол сияқты начитанность, насмотренность деген барлығы адамды жаңағындай жинақталады ғой, накопительно. Содан кейін өзі шығады, өзіңіз байқамай қаласыз. Және өткенде Юсуфовичтің подкастын көріп отырсам, бір күшті зат айтты. Сноптардікіндей болып естілуі мүмкін, бірақ кітап оқитын және оқымайтын адамның сөзінен бірден білініп тұрады. Ол біреу жақсы, біреу жаман деген сөз емес. Адамның анау оборот речи деп айтады ғой, сөйлем құрылымын қалай қолданады, қандай сөздерді қолданатынынан да мен қандай деңгейде кітап оқитынын түсініп тұра аламын кейде. Өйткені академиялық мәтін оқитын адамның сөзі басқаша болады. Және жаңағындай тек тұлғалық даму әдебиетін оқитындардың сөзі басқаша болады. Сондықтан біз нені тұтынамыз, соны шығарамыз әдетте. Күшті. Осы еркін ойлау, еркін сөйлеудің аясында сіз Инстаграмды бастадыңыз, иә? Инстаграмды бастағаныңызға қанша жыл болды? Білмеймін, мынау датадан басталды деп айта алмаймын, бірақ бұрыннан мен Инстаграмда өзім ойыма не келеді, соны сала беремін. Бірақ менің ойымша адамдардың жазылып бастағаны бұл менің оқуға түскен кезім. Өйткені мен ақш-тан қайтқан кезде менде 40 000 жазылушы болғаны есімде қалыпты. 5 жыл бұрын. Одан кейін сол 40 000-мен мен жаңағы 4-5 жыл жүрдім ғой деймін.
Сосын соңғы 1,5-2 жыл бұрын ба, жаңа әйелдер туралы айтып бастағанда андай өте жылдам өсім болды да, сөйтіп сол 1,5-2 жылдың ішінде жаңағы 330 мың ба сондайға жетті. Негізінде мақсат болды ма? Мен осындай танымал болам, мен блогер болам, мені ел танысын деген мақсат болды ма? Мен ел танысын дегенді өтірік айтып керек жоқ. Бір журналистикаға келген жайдан жай мен теньде отырамын дейтін адам журналистикаға келмейді. Журналисттің бәрі танымал болғысы келеді, және ол окей. Және нарциссттер келеді әдетте журналистикаға. Өзін мақтағанды сүйетін жаңағыдай осын. Және ол бірақ мен оны жаңағы блогтан, әлеуметтік желіден емес, мен журналистикамен сонымен тойып жүргем. То есть қанағаттанып жүргем. Өйткені біз жаңағындай сюжетке шығасың, эфирге шығасың. Ал блог мен үшін негізі андай болды. Екінші анау сплитта көп ішінде көп адам отыратын не ғой, сплит фильм көрсеңіз. Тура сол сияқты менің ішімде андай жынды адамдар да бар да, өзім андай қуа салатын деген. Соны әлеуметтік желіде шығару маған негізі сол үшін керек болды. Андай менің ең басқа рилсымды көрсеңіз, қазір күлем, қарап өшіргім келеді, бірақ ойлаймын образдың құрбаны болма деп. ақш-та мен естіп отырамын да, камерада футболкамды шешем да, теріс киіп аламын да, футболкамды қайтып киемін. Бүкіл, то есть ішің көрініп жатыр ау деген сияқты сондай заттарды ойламайтынмын. Анау ақш-та жүргенде де, оқуда жүргенде де бір бәлелер істей салатынмын. Одан кейін кәдімгідей блог болып, адамдар жазылған кезде өзіңді фильтрлай бастайды екенсің. Так, мынадан хейт аламын ба, алмаймын ба деген сияқты. Осындай моментте рахат негізі көп адамдар жарты жолдан тайынып қалады ғой. және образының құрбаны болып қалады. Иә. Мен үнемі өзіме сөйтіп айтамын, жаңағындай образдың құрбаны болма деп. Өйткені саған адам күштісің, ақылдысың деген сайын сен соған сене бастайсың да, бір дүниенің шетін тіреп тұрған адам сияқты, бір ақылды сияқты болып, сөйтіп өзің сондай образда жүресің да, басқаның бәрі бір онша ақылды емес сияқты дегендей. Және контент салған кезде де мынау ақылды контент па, ақылды емес па деген бір фильтрлар пайда болады. Сондықтан образдың құрбаны болып қалады блог өскен адам. Сосын хейт бұл да адамды кәдімгідей бір коробкаға салады. Меніңше, достар, білесіздер ма, хейт деген ол салық сияқты, налог за твой успех. Мен өз басым хейтті солай қабылдаймын. Сенде хейт көп болған сайын адам өз-өзімен жұмыс істей бастайды. Неге мынау дұрыс емес, неге мынау былай болды деген сияқты адам өз-өзімен жұмыс жасайды. Сәйкесінше сен одан өсесің, иә? 100%. Бірақ ол этап қой, өсу. Ең бірінші хейт алған кезде адамға бәрібір ет пен сүйектен жаралғансың, ол түк етпейді демейсің ғой, ол ауыр ғой. Өйткені андай жеке басқа айтады, андай түрлі ол адам жаза салды да ұмытып кетті негізі. Сондықтан менің ойымша басында солай болуы мүмкін. Одан кейін түрлі этаптар бар. Қарсыласуға болады. Оқыш, сен не білесің деген сияқты. Бұл да эго мысалы. Болмаса өзіңіз айтпақшы сабақ алып өсуге болады. Бірақ этаптарда қалай қабылдайсың соған байланысты. Итогында не істейсің? Иә, өзіңе байланысты. Сіз мысалы қазір осы блогыңызды көбіне жаңағы тарих, әдебиет, документальный жағынан жүргізесіз, иә? Бұл өзіңіздің бір шыққан ойыңыз ба, әлде нарықта бұл нәрсе жоқ, давай мен істейін деген нәрсе болды ма? Қайдан шыққан нәрсе бұл? Вот менен блог жүргізгім келеді деп кейде сұраған кезде маған бүйтіп айтады, мен не туралы жүргізсем екен, соны ойланып жүрмін дейді. Стратегия жазу бірдеңе, ол дұрыс та шығар, бірақ менің ойымша адам бірінші адам миында жоспар құрардың алдында адам өзін мен мынау туралы істейін, нарықта мынау жоқ, мен осы тесікке барып бүйтіп қадала қалайын деген менің ойымша онша дұрыс емес стратегия деп ойлаймын. Менің субъективті ойым. Өйткені ол біткен кезде адамда сол кезде не бітіп қалады? Ресурс. Иә, болды. Ресурсың да бітіп қалады. Адамның блогы адамның айнасы болу керек деп ойлаймын. Дәл қазір саған не қызық, соны айтып жүре беруге болады. Және менде мынадай зат жоқ. Болған ол бұрын. Өзімді жеңдім. Мен журналист едім ғой.
мені адамдар журналист, документалист деп қабылдап қалды ғой. Демек мен мынау туралы айтқанда мынау туралы өзім эксперттілік бердім да, басқа зат туралы әңгіме айтуға құқығым жоқ сияқты. Жаңағыдай мен мынау туралы айтамын дегендей. Менің ойымша сенің оқырманың сенімен бірге бастайды, сенімен бірге өседі, сенімен бірге түрлі затты үйренеді. Сондықтан бір мына нишаны алайын деген сияқты бір супер план Барбаросса жасап керек жоқ деп ойлаймын. Өзің болмысыңды танып, өзіңе қызық заттарды жасау керек. Өте тұрақты және стратегиямен келсем, бірақ өте тұрақты. Және өзіңе қызық зат ең басты. Өйткені мен көп көрдім сондай стратегиямен бүйтіп кірген адамдардың, одан кейін ол оған қызық емес екенін Шаршап түсініп қалады қалады. жолда. Иә. Өйткені ол мидан келді да, жүректен емес. Как бы М. пафосно не звучало. Сіздің контентіңіздің ерекшелігі ол шынайылық. Қалай бар солай. Жаңағы маған сіздің ана рубрикаңыз ұнайды. Төсектің астында кітаптар оқып отыратын рубрикаңыз ұнайды. Былай қарап тұрсаң, қарапайым нәрсе, бірақ соның өзі тартымды. Сіздің блогыңыздағы шынайылық ол сіздің ешқандай бір маскасыз көріп отырған адамға мен де сен сияқты адаммын, менің де проблемам бар, менің де үйім ремонты бітпей жатыр деген сияқты өткенде сізге айтып едім ғой. Сол ремонт тақырыбы өзіме қатты жақын болып кетті деп. Мысалы сондай шынайы контентті бөлісіп жатқан кезде сізде ішіңізде жаңа айтқаныңыздай бір ой болып қалады ғой. Мынау мен салатын дүние ма, салынмайтын дүние ма деген сияқты. Көп адамдар осындай жерде үтір қоюдың орнына нүкте қойып, блогын жауып, қайғырып, осы менің ғана жолым болмайды, мен ғана осы бір жүрген бір бейшарамын деген сияқты оймен бәрін тастап кетеді мысалы. Сондай моменттерде ол адам не істеу керек? Бірдеңеден ұялса ма, мысалы? Иә, мысалы ұялса, салуға Үйім онша ұялса, емес дегендей. үйім онша емес, көп қой енді проблемалар. Мен басымда кредит бар, мен қалай блог жүргіземін деген сияқты. Блогерлар там бай өмір сүру керек, жақсы үйде тұру керек деген сияқты. Я болмаса тіпті контентке келген кезде өзімен өзі қысылатын да адамдар бар. Мысалы бүгінгі күні сенің қанша оқырманың болса, ол сенің бүгінгі күнгі мұнайың сияқты да. Сенің 10 мың подписчигің болатын болса, сен ешқашан кедей болмайсың деген сөз бар ғой қазір. Бүгінгі күннің мақалына айналды ғой. Мысалы сондай сәттерде көп адамдардың қазір бизнесі бар. Мені көбіне кәсіпкерлер қарайды. Өте ірі кәсіпте жүрген ағалар, әпкелер қарайды. Мысалы оларға айтам, жеке брендтеріңізді дамытыңыздар, Инстаграм жүргізіңіздер, кәсіптеріңізге ол үлкен жирный жаңағы плюс болады деп айтсам, ой біз ұяламыз, бізді ертең өсектейді. Хотя былай қарап тұрсаң, ол адамның кәсібі үлкен, там 16 садигі бар, 16 мектебі бар, өте үлкен қомақты қаражатты айналдырып жүрген адам. Мен айтам, осындай бизнеске жете алсаң, личный бренд, жаңағы Инстаграм жүргізу саған вообще мынандай ғой десем, олар айтады, жаңағыдай біз үшін қиын, біз үйте алмаймыз. Адамның өзінің ішінде барьер болады. Сізде ондай нәрсе болды ма? Менде ондай болған жоқ, шыны керек. Бірақ менде менің түсінігімде ешкімде негізі шатағы жоқ бұл әлемде ше. Кез келген адам біреуді көріп отқан кезде тек өзі туралы ойлап отырады. Ана адам туралы бірден ойласа да ұмытып кетеді. Ағылшын тілінде айтады, don't take yourself so seriously деп айтады. Өзіңді сонша маңызды көрме деп айтады да. Сенің үйің онша емес болса, бір рет біреу қараса болды, ұмытып кетті сенің үйіңді. Ол сен оны ойлап жүрсің да. Сондықтан абсолютно бәрібір адамдарға. Білмеймін, маған абсолютно бәрібір, көп адамға бәрібір. Өсектесе де бір айтады да, бір шайдың үстінде болды, сонымен ұмытып кетеді негізі. Адамдар, то есть мир не крутится вокруг тебя. Абсолютно. Адамдар солай ойлайды, мен мынау бір өзінің призмасын басқаларда да солай болады деп тану мүмкін. Біріншіден. Екіншіден, Дэвид Бекхэмнің парақшасына кірсеңіз, онда өте көп облизаны, жаңағындай фэнси, success story, видеолары, фотолары көп та, бірақ оның фермасында мыж-мыж болып отқан видеолары көп лайк жинайды. Мысалы да, мен өзім лайк етіп, жаңағындай өліп тіріліп атам. Адамдар глянецті вау деп көретін, жаңағы байлық ақшаны, ол заман өтіп жатыр, және өтіп циклично әрине, бірақ өтіп кетеді. Адамдар адаммен энергия және адаммен жанмен табысады да. Жаңағы жазылғанның өзінде лояльность деген ол Честность. Иә, адалдықпен, шындықпен келеді да, шынайылықпен келеді. Ал сен 2 миллион, 3 миллион подписчигің болуы мүмкін, бірақ ол сенің образына қызығып қарайды шығар, мүмкін лояльный емес шығар, иә. Сондықтан өз адамдарыңыз жиналады да, сол кезде өзіңізді көрсетсеңіз, өз адамдарыңыз жиналады.
Мен өткенде менде ол бір таза ойбай үнемі сондай дзенде жүремін деп айтпаймын. Өткенде мен жаңағындай күйеуіммен видео салдым да, бүйтіп билеп жүрген. Негізі әу баста салғым келді. Мен салғым келсе тұрамын да істеймін да сала саламын, сондай әдетім бар. Сөйтіп істедім да салайын деп жаттым да ойланып қалдым. Анау аузың күйгенсін ойланып қаласың ғой. Мен күйеуімнен сұраймын үнемі. Сөйтіп қарадым да, мынаны салсам қазір ұят болып қала ма дедім да. Сөйтіп күйеуім тұрды да, сала бер, ұнатпайтын адамдар кетеді ғой, жақсы, өзіңнің адамдарың қалады деп тағы да маған сол ойымды Green flag. закреплять етіп Аха. берді да. И мен шынымен ақ солай ойлаймын. Сенен әрбір видеоларыңа бір отписка жасап, ұнамай, бірдеңесін айтып жазып жатқан адамдар, демек ол сенің поліңдағы адамдар емес, и ол кетеді. Totally окей, иә. Сондықтан сіз санына емес, менің адамдарым дегенге көбірек акцент қойсаңыз, соберутся свои люди. Одан кейін күш жинап аласыз. Күш дегеніміз өзіңізге сенімділік жинап аласыз. Өз позицияңыз беки түседі. Құндылықтарыңыз анықтала түскен кезде сіздің артыңыздан сіздің құндылықтарға еретін адамдар пайда болады. Сондықтан бірінші бір өзіне сенімділікті жинап алу үшін өзіңіздің адамдарыңызды жинай беріңіз. Ол шынайылық. Жаңағындай. Қазір менің ойымша халатпен сиыр сауып отырған видеолар вообще өте трендте деп ойлаймын. Қазір меніңше де солай, қазір қоғам шаршады. Успешный успехтан, жаңағы неше түрлі брендтерден, машина, квартиралардан қазір керісінше елдер оны жасырып, қарапайым болуға тырысады. Себебі бәрібірде шынайылық, адалдық, ол бәрібірде адамның бет бейнесін көрсетеді. Мысалы, егер біз бір-бірімізді танымасақ, қазір ғана осы жерде бір-бірімізді көріп отырсақ, адамның өзінің психологиясының структурасы сондай ғой. 2 минутта бірін-бірі оқиды. Сіз қандай адамсыз, мен қандай адаммын. 2 минутта адам уже мысленно түсініп тұрады. Санасында түсінбесе де, ол артқы жағында бір ойы тұрады. Мен бұл адаммен араласқым келеді ме, араласқым келмейді ме деген сияқты. Сол сияқты сіздердің де контенттеріңізде егер де сондай проблемалар бар болып жататын болса, Алияшымның айтқанын тыңдап, просто будьте простыми. Как кір сабын. Енді қараңыздаршы, блогыңыз күннен күнге өсіп жатыр. Неше түрлі рекламалар, неше түрлі таныстықтар, компаниялар, өте үлкен коллаборациялар бар сіздің парақшаңызда. Сіздің блогыңыздың өсуі ол тікелей қаражатыңыздың өсуіне алып келді. Осы уақытта сіз қазір тұрмыстасыз, 4 баланың анасысыз. Блогыңызды балаларыңызбен совмещать ету, қиын емес па? Қиын емес. Керісінше мен ойлаймын, көп затты қолданбай жатқан сияқтымын, көп зат керісінше көп баланы сол тірлікті көрсету, 4 балаң бола тұра блог жүргізіп, жаңағыдай бірдеңе жасап жатырмын деп көрсету менің ойымша одан да қызығырақ сияқты. Мен просто жаңағы оны түсіріп отыруға шынымды айтсам уақытым болмайды, бірақ бізде андай көп ситуациялар болады, мынаны көрсетсең сондай жиза, тру заттар бала тәрбиесінде. Бір үлгермей қалам дейтін ештеңе жоқ. Бала деген кешке дейін сабақта, садикта ғой, оған дейін бүкіл біраз жұмысты бітіріп тастауға болады. Негізі уақыт жоқ деген тағы да Сылтау. менің ойымша жалпы қалау болса уақыт бар. Приоритетте болса ол уақыт бар. Егер уақыт жоқ болып жатса, демек ол приоритет емес деген сөз. Тура сол сияқты жаңағы біз бір жігіттерді әдетте ақтап аламыз ғой, ол мені жақсы көреді, просто жазбайтын уақыт жоқ деп. Жоқ, сен оған приоритет емессің да, демек. Тура сол сияқты блог жүргізу болмаса кез келген шаруаңыз қалып кетіп жатқан, демек ол сізге приоритет емес. Оны жүрегіңізде ұстамаңыз, ауыртпалықты алып тастау керек. Бұл маған керегі жоқ деп мойындау керек та. Маған ол керегі жоқ. Анау маған навязывать етіп тұр оны күнде салып. Бай бол деп, бүйтіп. Мен демек вообще бай болғым келмейді. То есть жаңағындай ұзақ уақыт істей алмай жүрсеңіз, және ол сізді фоновый тревога создавать етіп жүретін болса, және оған сіздің құлқыңыз қатты болмаса, демек Не ваше. мусорға тастай салу керек та. Өз-өзімізді қинамай. Егер сізге ол кәдімгідей керек болса, уақыт деген табылады, өйткені сіз оны приоритетке қоясыз. Блогыңыздағы табыс көзі қазір енді сіздің аудиторияңыз үлкен, мысалы лояльный аудитория бар, сізге төлеуге
дайын компаниялар, жаңағыдай кәсіпкерлер, блогерлар және басқалар. Отбасылық өмірде ше сіздің жолдасыңыз бен сіздің табысыңыздың айырмашылығы бар ма, және сіз мүмкін кей жағдайда көбірек тауып жатуыңыз мүмкін. Отбасылық ситуацияда бұл нәрсеге көзқарасыңыз қандай? Күйеуіміз екеуміз осы туралы көп дауласқанбыз. Мен айтам, менің ойымша ер азаматтар әйелден көп табу керек деп есептеймін деймін. Күйеуім айтады, ол менен көп табады, дегенмен ол маған өйстіп айтады, менің ойымша еркектер мынаған міндетті деген әңгіме жоқ дейді. Мен андай өзіме невыгодный кезде феминистік нелерді алып тастаймын да. Білмеймін, ол қайдан қалыптасып кеткен көзқарас екенін білмеймін. Бірақ болады қиын жағдайлар, күйеуде де әйелде де да. Ондай кезде бір-бірін адамдар қолдап тұрады бәрібір. Бірақ жалпы картинада менің ойымша ер азамат көбірек табу керек. Өйткені көбірек табу деген көп жауапкершілік деген сөз. Көп жауапкершілік деген ол бәрібір ер азаматта болу керек деп есептеймін. Менің субъективті пікірім. Менің блогым өскеннен кейін, менің табысым да өсті. Әжептәуір 10x мен өмір зарплатаға істеген адам, және блогтан жай андай өзім курс, сосын бірдеңелер, сондай бір қосымша дүниелерім болады. Сосын фильм түсіріп жүремін. Өсті, иә. Бірақ ол өскеннің барлығын мен былай шештім өзіме. Күйеуім үлкен нелер жасайды. Үй алады, көлік алады деген заттарды күйеуім істейді. Мен үй алып жүрмеуім керек деп ойлаймын. Және көлік алмауым керек деп ойлаймын. Ол оның мойнында деген көзқарастамын. Сондықтан күтіп жүрмін әлі көлігімді. Осыдан 10 жыл бұрын мақырға обещанный. Өзім алатын сияқтымын сонша. Жарайды. Менің ақшамның барлығы менің өзімнің принциптеріме орай бүкіл балаларымның оқуына кетеді. Тұтас. Мен ай сайын әр тиынымның қайда кеткенін есептейтін адаммын. Рекорд жасаймын міндетті түрде, түсіну үшін, какой статус кво дегенді. Сондықтан мен дәлдікпен айта аламын, 80% ақшам балаларға кетеді. Балалардың мектебіне, бүкіл кружогына, кітаптарға мен айына 80-90 мың кітапқа жұмсауым мүмкін, жаңағы балалардың кітабы. Сосын неге кетеді? Өзімнің жаңағы курстар аламын, сондайға кетеді. Әр тиын деген сөз маған қатты ұнап қалды. Мен әр тиынымның есебін білемін деген. Тапқан табысыңызбен оқырмандармен бөлсекші, қалай бөлесіз? Мысалы, айтайық, бір айда 500 мың теңге таптыңыз. Жинайсыз ба? Міндетті түрде мен білмеймін, күйеуім соған иногда айтады, ой сен сори, апта сайын ақшамды санаймын. Ай сайын емес, апта сайын рекорд жасаймын, weekly record деп аталады. Сосын айда оның қорытындысын жасаймын. Жексенбі сайын сағат 4-те. Сөйтіп жексенбі 4-5-тердің кезінде күнде апта сайын отырамын. Сосын күйеуім андай айтады, ой, там 500 мың теңгесін санауға көшті деген сияқты. Мен айтамын, мәселе 500 мың теңге емес, мәселе трекинг financial, өзіңнің қаржылық әдетіңді трекинг жасау. Өйткені адам цифрдан ғана көреді да, не істеп жүрген, қалай жұмсаймын. Менде 3 түрлі не бар, категория бар. Бірінші категория obligation деп аталады, міндеттер. Бұл рассрочка бірдеңе деген сияқты заттар. Ол әдетте менің 30%, табысымның 30%-нан аспау керек деген өзім дедлайн қойып қойғам. Кейде асып кетеді десең, мен өйткені техника аламын, рассрочкаға сондай заттар істеймін, камера аламын. Сосын екінші пункт бұл балалар деп аталады. Бұл балалардың ішінде ең үлкен расход жаңағы балаларға кетеді. Бұл әдетте рассрочка 30%-тен аспау керек деймін, одан аз рассрочка болғанда, obligations, міндеттемелер 20 сондай болуы мүмкін. Балаларға әжептәуір кетеді 70%, қалған 10 шақты пайызы әдетте жили-были деген сияқты. Менің ең қиналатыным, менің осы списогымда мен жоқпын да. Осы менің ең үнемі өзімді жаңағы психологтар да айтады, өзіңді қосу керек, анау-мынау деп. Өзім жоқпын, мен косметологқа мысалы ақша аяймын. Сол косметологқа жұмсайтын ай сайын 200 мың кетіп қалады ғой, косметологқа 150 мың.
шахматқа жазайын деген сияқты бір аурулар бар. Негізі Мне өзіне да кажется, жұмсау керек. бұл андай отличница қыздардың бір ішіндегі общий травмасы Да. сияқты, потому что ол Да. нәрсе менде де бар. Өзіме келген кезде мен енді үйреніп жатырмын қазір. Соңғы осы 1 жарым жыл болды. Жаңағыдай кішкене анда-санда бренд алуға, анда-санда бір бизнес-класспен ұшуға деген сияқты нәрселерге өзімді шыны керек үйретіп жатырмын. Себебі енді бәрібір де өмір бір-ақ рет Иә, беріледі, и бар рас. жақсыны көру керексің. Бірақ бұл нәрсе меніңше бір 80-90% әйел адамда бар. Бірінші балаларым киінсін, балаларым оқысын, плаванияға Балаларға да киім барсын. алмаймын, шынымды айтсам. Вообще киім ал. Бірақ кішкене, бірақ ол күшті да, мен оны байқамаппын бұрын. Түскен ақшаны жұмсай бересің ғой. Жаза бересің, анау мынандай кружок ашылды, мынандай кружок десе тыға бересің. Сосын мен түсіндім, осы 1 жыл болып қалды ғой трекинг ақшамның қайда кетіп жатқанын санаған кезде мен түсіндім, менде бір искривлениялар көп екен да, андай бір радикальный заттарды көп жасайды екенмін. Содан ана процентажды реттеуге тырыстым. Осы соңғы айда мен балалардың кружоктарын азайттым, шынымен ақта. Оны бірақ өзіме жұмсаған жоқпын. Savings investment деген не аштым. 4-ші категория аштым. Инвестиция сізбен кездескеннен бастап бар. Бірақ мен оны анағындай Относительно пособиенің недавно. бірдеңенің ақшаларын салатынмын, андай то, что тебе как бы не больно. Қазір мен инвестменттен бөлек сейвинг дегенді аштым. Сейвинг дегеніміз Жинақтар. бұл басқа да акция ғана емес, басқа да нелер, жинақтар. Оған кәдімгідей 10%-ді бөліп отыратын болдым. Бұғанға дейін ақша жинамайтын ба едіңіз? Жоқ, мен жинаймын, бірақ мақсатқа қарай жинаймын. Мақсатсыз болғанда ай сайын просто 10%-ды жинай салу деген ой жоқ. Бірақ мен мақсатқа қарай үнемі жинайтынмын. Егер маған бірдеңе керек болса, жинап алам. Бірақ менің ойымша тұрақтылық болу керек екен. Сондықтан инвестицияны мен мақсатпен аштым. Балаға Иә, оқуға. оқуға. Иә, мен есімде $80,000 керек бізге. Иә. Сол үшін аштым. Енді сейвингсті өзім үшін аштым. Көзімнің операциясы деп. Өйткені қалып кете береді екен. Өзіңе неткені. Хотя это операция, это же здоровье. Бірінші. Екінші, балалармен Еуропаға саяхат дегенге. Өйткені балаларға, тағы да балалар болып кетті, иә, ужас. Балаларға Еуропаны көрсеткім келеді, тарихын таныстырғым келеді, сондай бір күшті армандарым бар. Соған сейвинг аштым. Осы ақшаны реттеу, жинау, жинақтау мәселесі, ол бір не очинский опыттан пайда болды ма, әлде осознанно келген нәрсе болды ма? Жоқ, сіздердің арқаларыңыз, сіз бар, басқа да көп Қатты айттыңыз ғой сіздердің арқаларың. Рас, мен сондықтан тіпті сториске де жаздым. Блогтың арқасы, және блог арқылы кездескен адамдардың арқасы. Мен өте үлкен level up жасады блог. Өйткені адамдар сондай кездесе бастады. Дана, сіз Дана, Молдақұлова Дана бар, ол кісі, мен бұрыннан танимын ол кісіні. Басқа да адамдар танысасың ғой. Сол кезде инвестиция туралы айтып қалады, жалпы бір кітапты айтып қалады, сен ол кітапты оқисың, солай кірдім. Ешқандай форс-мажор болып, ойбай, үй керек, көлік керек, бірдеңе деген бір дүние болған жоқ. Менде жай ғана мен ақшамен істеп жүрмін дегеннен басталды. Вот сізбен кездестім. Оның алдында да инвестиция туралы естіп жүрдім. Сізбен кездестім. Сол кезде мен өзіме точно деген, мынау нүкте деген не қойдым. Point қойдым. Содан кейін барып желтоқсан жоқ, оның алдында ма, кімге, Данаға өзім жаздым. Дана, маған портфель жинап беріңіз, дым түсінген жоқпын деп, өзім түсіне алмай қойдым. Түсіне алмағанда қалай дұрыс жасайтынымды. Сөйтіп, ол кісі онлайн маған портфель құрып берді. Одан кейін ай сайын солай жасап отырдым. Күшті. Ақшасын мүлдем жинамайтын адамдар бар. Вот зарплата алады, зарплатадан зарплатаға дейін жұмыс жасайды, немесе кредит алады, кредитті кредитпен жабады, қарыз алады, қарызды қарызбен жабады. Болмаса бір бірден күшті кәсіп ашамын деп миллиондаған кредит алып кетеді. 10 миллион, 15 миллион деген сияқты. Сөйтіп жаңағы мемлекет жаман, акимат жаман, қоғам жаман, блогерлар жаман деген сияқты хейтті күнде көріп жатырмыз. Мысалы, ондай адамдарға не айтар едіңіз? Мүлдем ақшаны жинай алмайтын адамдар. 90 жылдары біздің шешелеріміз де ақшаны жинаған. Негізі. Мен өзім шешемді білем. Әкем ол кезде жұмыс істемей ма? Бірдеңе, сондай бір қиын шақ болды. Шешем ғана жұмыс істейді. 30 мың ба? Сондай теңге табады, 30 мың теңге.
40 мың ба. Сол кезде мен жинағаным бар деген сияқты алып шығып отыратын. Біз үнемі ол жинай білу деген ол ақшам жоқ дегеннен емес, ол әдеттен. Мен жаңағы өткенде де айттым, пес по имени Майниді оқуға кеңес берем. Бұл азбука, бұл бірінші қадам қаржылық сауаттылыққа. Бірақ затты түсіну керек, қаржыңызды сіз басқармасаңыз, қаржын кейін ол сізді басқарады, сіздің күйіңізді басқарады. Күйіңізді басқару деген ол ақша маңызды емес, ақша деген ол қолдың кірі, бірдеңе ештеңе деп отмахиваемся, сөйтіп айтамыз ғой. Бірақ шын мәнінде столдың үстінде әлде сенің кеудеңде, жүрегіңде үнемі ақша жетпейді деген уайым жүрсе, демек ақша саған маңызды, өзіңді алдап тұрсың да. Бірінші соны мойындаудан басталады. Ақша маған маңызды, ол маған керек депкен, бай болғым келеді деген мойындаудан басталады. Адамдар бай болғым келеді деп айта алмайды даже, білесіз ба? Адамдарда қорқыныш бар сондай. Иә. Соны мойындаудан басталады. Бірінші соны мойындап алу керек. Жаңағындай. Сол кезде ғана осознанный әрекеттер басталады, саналы әрекеттер. Содан кейін барып, так, енді алгоритмі қандай? Иә, мен бай болғым келеді. Ол бай болу деген өте бір талантты адамдар, селектированный, selected адамдар, бір құдай маңдайынан сүйген адамдарға ғана берген зат емес та, ол демек алгоритмін түсінетін адамдар, ақшаны басқара алатын адамдар, ақшаны көбейте алатын адамдар. Олар $1 миллион болғаннан кейін бай болып кеткен емес, олар 0 теңгемен байыған адамдар да. Относительно бәрі болмаса да. Сондықтан әдеттер, қаржылық әдеттер түсіну үшін бірінші кезекте менің ойымша қағазға жазу керек. Айтпақшы, менің әкем өмір бақи солай істейді. Бәрібір ол кезде журналды ашып қойып жазып отыратын, 500 теңге бірдеңе деп. Кәсіпкер да ол өмір бақи. Міндетті түрде бір ай бойы өліп қалғанда күнде қанша теңге тиыныңызды қайда жұмсағаныңызды просто қарасаңыз, сіз өзіңіздің вообще прямо открытие болады ана жерде. Америку откройте, открытие болады, өйткені сіз өзіңіздің қаржыңызды қайда жұмсап жатқаныңызды сол кезде ғана түсінесіз. Бірақ ол каспи выписка емес, басқаша. Содан кейін барып анализ жасайсыз, процентажға ChatGPT-ға салып берсеңіз, процент жасап береді сізге, қанша пайызын қайда жұмсап жатырмын деген. Сол кезде саналы түсінік пайда болады. Мен демек мен ең бірінші жасаған кезде мен кафеге қанша жұмсайтынымды сіз білсеңіз. Қанша? Мен бір 30%-ын жұмсай салатын екенмін. Күнде бір 40 мыңға, 50 мыңға отыра салады екенмін. Мен төлей саламын деген сияқты. Қазір төлемейтін болған емес, бірақ қазір ойлайсың, так, басқа жерде кездесейік, или болмаса обязательно андай адам түсіну керек та, егер сен шылқыған бір бай болып жатсаң, окей, если ты позволяешь, да, но сенде даже сейвинг жоқ, жинақ жоқ да, но сен 50 мың шашып жүрсің тамаққа деген сияқты. Сосын күйеуіміз екеуміздің көзіміз бақырайып түсінгеніміз, айфон ала береді екенбіз біз. Балаға да айфон, менің үлкен қызымда айфон, менде 2 айфон, анада 3 айфон. Көп затты андай анықтайсыздар да өздеріңіз үшін әдетті. Содан кейін барып сіз көресіз ғой, не болып жатқанын. Содан кейін барып жоспар құрыла бастайды. Степ бай степ. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Міндетті түрде 10%-ды жинау керек. Кемінде, оны енді бәрі айтады, мен ғана емес, бірақ ол қалай болу керек дегенде мен қалай істеймін. Ақша түскен бетте оны, енді бір кітаптан оқып алдым оны, бәрі айтады деп ойлаймын. Бодо Шеферден оқыдым, Путь к финансовой свободе. 10% түскен бетте, ақшам түскен бетте 10%-ын салып тастаймын, жаңағы сразу инвестицияға салып тастаймын, сейвингқа салып тастаймын деген сияқты. Нужно, мы умеем жить по тому, что у нас есть. Иә, бір сөзбен айтқанда, керек адам мүмкіндік іздейді, керек емес адам сылтау іздейді. Иә. Күшті, керемет. Жаңа бір сөзіңізде Америка туралы айтып қалдыңыз. Мақсат, ақша жағын түсіндік. Сіз өзімді безграмотный деп айтасыз финансово, бірақ та сіздің әңгімеңізге қарасам, сіз өте финансово грамотный адам сияқтысыз. Мақсат, сіздің өміріңіздегі ең бір өміріңізді жаңа этапқа шығарған ол Америкадағы оқу болды, иә. Қазір ғана айтып қалдыңыз, мен мақсаттар дәптеріне жазамын, мен барлығын толтырамын деп. Америка сіздің үлкен бір мақсатыңыз болды ма? Иә, өмір бойға, мектеп кезінен. Ол да навязанный шығар әкеммен, өйткені менің әкем өте амбициозный адам, және балалардың бәрінен амбиция
тығып отырды да амбиция, навязывал амбиции. Одан жаман болған ештеңем жоқ негізі, сондықтан мен балаларыма солай істеймін әлі күнге дейін. Маған шетелде оқу керек дегенді әкем миыма салды. Сосын ол менің арманым сияқты болып кетті. Ауылда мектепте жүргеннен армандадым. Сосын енді көп кедергілер болады. Мен ұзақ жыл түсе алмадым. Мәселе түсе алмағанда күйеуге шығып кеттім, бала тудым, болашақ жабылып қалды, бакалавр, көп заттар болды. Бірақ бүйтіп көкейіңде жүргенсің, сол менің үлкен мақсатым болды. Және ол орындағаным үшін бақыттымын, өйткені ол менің өмірімді до и после бөлді деп сеніммен айта аламын. Ол менің көзқарасымды тұтас өзгертті, өмірге көзқарасымды, масштабымды, білімімді, компетенттілігімді барлығын тұтас өзгертті. Ол менің күйеуіммен қарым қатынасымды өзгертті. Ол менің күйеуімді более грин флаг қылды десек иә. ақш кез келген еркекті грин флаг қылады. Сіздер отбасыларыңызбен бірге барып тұрып Иә, келдіңіздер ма? иә. Неше жыл тұрдыңыздар? Так, барып келіп жүрміз ғой, өйткені сабақ оқимыз, жазда келеміз, одан кейін туға бардым, үйтіп жүргеніміз тұтас есептесек бір 4,5 жылдай тұрдық. Өйткені мен 1 жыл тіл оқыдым, 2 жыл магистратура оқыдым, 3 жыл болып тұр ма, қалған 1,5 жыл мен бала тууға бардым одан кейін. Америкадағы ақша мәдениеті қазақстандық халықтың, жоқ, мына жерін сәл кесіп жіберейік, сұрақ дұрыстап айтып жіберейін. Америка халқының ақшаға деген көзқарасы, мәдениеті біздің халықтың көзқарасына қарағанда қаншалықты ерекше? Енді ол жақта капитализм ғой. Біз бәрібір социализмнен шыққан адамдар ретінде бізде бәрі көп зат тегін. Және құдайға шүкір, біз Қазақстанды жамандаймыз ғой, дегенмен, енді жұрт көп айтады ғой, дегенмен бізде сапалы медицина бар. Және ол медицина салыстырмалы түрде арзан және қолжетімді. Біз жекіп кетеміз ғой дәрігерге. Сен ақш-тан дәрігерге 1 ай бұрын жазыласың. Ол дәрігер сен 10 минут ChatGPT айтқан әңгімені айтып береді. Сосын сен оған $150 төлейсің деген сияқты ғой. Сөйлесін, так, осыны күттім ба мен деп. Барлық ақша. Ақшаң болмаса арам өлесің. Ол жақта солай. Шынымен ақ солай. Ол сені кәдімгідей қатайтады екен да. Мысалы сіз 1 апта жұмыс істемей жата аласыз ғой, иә? Ну попробуйте в Америке, аш қаласыз. Чек кеп тұрады, чек. Квартира, сіз пәтер жалды, пәтердің ақшасын төлеу керек. Пәтердің ақшасы Қазақстанда да солай шығар енді. Біз өзіміздің пәтеріміз болған соң мүмкін сезінбейміз, және баблды отқан болуымыз тиісті. Кешірім сұраймын солай болса. Бірақ ақшта мен өмірімде бірінші рет 70% табысымды пәтерге берген кезде мен андай әкеме рахмет айта бастадым. Маған жалпы пәтер алып берген. Менің әкем маған ең бірінші пәтер алып берген. Жай ғана андай базовый заттарды жауып, жаңағындай оқы деген мүмкіндік берген еді. Бізде де пәтер алу қиын, түсінемін, бізде де аренда қиын да. Бірақ біз а чек к чеку не живем деген сияқты ғой. Егер бір кредитқа кіріп кеткен адам болмаса. Және капитализм ол сені алдын ала есептеуге шақырады, үйретеді. То есть сен алдын ала білу керексің сенде қандай шығын болатынын. Әйтпесе сен капитализм сожрет. Сондықтан және міндетті түрде не болу керек, сейвинг болу керек міндетті түрде. Сіздің мынау жаңағы ақшаны есептеу, жинау деген привычкаларыңыз, дағдыларыңыз сол Америкадан қалып қойды ма? Или оғанға дейін бар ма еді? Жоқ, оған дейін менде ақша жинау. Мен жалпы ақшаға өзім бейберекет адам емеспін. Әкемнен сондай шығармын деп ойлаймын. Өйткені мен әкем опять-таки жаңағы үй алды дегенде бір шылқыты бай өмір сүрген дымы да жоқ. Үй алып береді, бірақ күйеуге тиген бетте ол үйді алып қойды әкем. Күйеу өзі жаңағы үй алу керек деген сияқты. Бірақ ол үй алып берген анау қаңғып жүрмесін деген ой болды да. Бұзылып кетпесін. Сосын оқысын, уайымдамасын дегендей. Ал ақшаның қаттылығы деген менде мысалы 18.000 стипендия, жаңа повышка деген стипендия болатын еді ғой. Сосын папам жаңағында айына бір 10.000 беруі мүмкін. 28.000 айына. Ешқашан артық ақша
бүйтіп берген емес, хотя жағдайы жақсы адам да, былай қарасаң. Мен звондап еще жылайтынмын. Бізде группада айына 70 000 80 000 алатын қыздар бар, подружкаларым. Олар Евразияға барып киінеді, етік алады, сен неғып маған ақша бермейсің деп, сен деп сөйлеймін, осы жерде ренжитінмін. Сосын маған бір оқып отырып уж күйеуге шыққаннан кейін айтқан ғой, ақшаның жоқтығы адамды аш қылады деп. Шынымен ақ та солай. Ақшаның жоқтығы адамды аш қылады. Қатты қылады ақшаға. Қатты деп айтпайықшы, үнем бейберекет шашпауға үйретеді да. Сумом. Иә, бейберекет шашпауға. Сондықтан мен де әу баста ақшаны негізі бейберекет шашпаймын. Мен декретте отқан кезде де, тек жалаққа жұмыс істеген кезде де, менің күйеуім бірдеңеге қиналып қалса, мен бірнеше миллион алып шыға алатын едім көмектесуге. Оны мен өзім жинап жүремін. Соны күйеуім біледі, қолданады. Үйде ақшаны екі бөлек ұстайсыздар ма? Мен өз ақшамды өзім ұстаймын, ешкімге бермеймін. Оның ақшасын бәріміз ұстаймыз деген ба? Солай болу керек деп ойлаймын. Қиын жағдайлар болғанда, бір ақша керек болып тұрған кезде мен алып шыға алатынмын да, жинайтынмын. Сондықтан білмеймін, ақштан келген жоқ, ол жақта не болды. Бірақ ақшта бір затты ғана үйретті маған. ақшта ақшаның қайда кетіп жатқанын түсіну және алдын ала білу шығындарды. Өйткені біз қатты қиналдық басында. Қиындықтың арқасында өстіңіздер. Мүмкін біз өйткені қатты қиналдық, өйткені қатты қиналғанда әжептәуір қиналдық, өйткені бұл жақта комфорт қой. Сен қалаған уақытта ресторанға бара саласың, қалаған уақытта кез келген жерге бара саласың, өз үйің. Бір апта жұмыс істеген немесе жұмыс істей салмайсың. ақшта жүріп мен ресторанға баруға жаңағыдай қиналған кезде артық $200 кетіп қалады дегенде өзіңді өте сезінесің да андай. Сосын мен официант болып жұмыс істедім. 25 жасыма дейін, 25-темін ғой, кезде 26-тамын ба. Бірде-бір рет жұмыс істеп көрген адам емеспін, Дана, сенсеңіз. Әкемнің арқасы бірде-бір рет. Мен ештеңе істеп көрмегенмін. Қолыммен ештеңе. Америкада істедіңіз. Мен пол жудым, ыдыс жудым, официант болдым, хостес болдым, мувер деймін ғой, не пишет, Яндекс еда деп тасиды ғой, курьер болдым, доставщик, бәрі болдым. Басында қатты тиеді да, өйткені андай эгоны сындырады ғой. Вообще не істеп жүрсің деген ой келді менде. Сен әжептәуір журналист едің ғой, не істеп жүрсің қаңғып деген сияқты. Күйеуім де тура солай. Барлық жұмысты істеді. Грузчиктен бастап, жаңағындай бүкіл жұмысты. И неғып жүрсің деп ойлайсың, бірақ кәдімгідей андай өзгертеді. Мен осы жаққа келгеннен кейін мен таксиға типсы тастаймын міндетті түрде. То есть типсы деген чаевой тастаймын міндетті түрде. Мен официанттың аяғы қақсап тұрғанын білемін. Оны істеген адам білетін шығар, өйткені ақштан кроссовкама сыймай кететін аяғың ше. Сабақ оқисың ғой, таңнан кешке дейін, кешке жұмысқа барасың. Ол кезде бала шағаңыз бар ма еді? Бір қызым бар, екінші қызымды Қазақстанға тастап кеткем. Енді ол бір ақша жоғынан сорлап қиналып жүргенімізде де емес. Саяхатқа бару үшін ақша жинайсың, ақштың ішінде отырып қыдыру керек қой. $2000 стипендия береді, оны полностью үйге жұмсайсың. Қалған күйеуің тапқан сондай плюс-минус $2-3 $4 білмеймін, өмірге кетіп қалады ол. Вообще күнделікті өміріңе, мәшинеңнің анасы, мынасы. Сосын сен артық ақша саған керек. Анда бару керек, мында көргің келеді. Сол кезде сондай мен өзім андай, енді мен көмектесем саған, мен жұмыс істеймін деп шықтым да. Содан солай болды. Бірақ білмеймін, маған Қанша жаста болды Қазақстанда қалған қызыңыз? 5 айлық болды. Мәссаған. Иә. Кім қарады? Ата-апасы. Сізде чувство вины болмады ма Америкада жүріп? Болды. Ұзақ уақыт болды. Ол сөйлемей қалды ғой, еще ЗПР болып. Сол кезде қаттырақ болды. Ол тастағанда болған жоқ. Ойладым, мне надо реализовывать свои мечты деген сияқты кете салдым да мен. Сіздер ту дедіңіздер, пожалуйста. Содан кейін қайтып келіп, енді алып кетіп келіп сөйтіп жүрген кезде, в общем, балам сөйлемейтінін түсіндім ғой. 3-ге келгенше сөйлеген жоқ. Сол кезде кінә сезіну басталды. Ол мен, сен жоқсың, сөйлеспейсің, қарамайсың, сенің кінәң деген. Сондықтан мен өліп тіріліп өмірімнің 1 жылын баламдың сөйлеуіне арнадым. Сол кезде есімде
жаңағы 500 ба 600 ба сондай табамын ғой деймін. Енді ол кезде бірнеше жұмыс па, журналисттер көп жұмыс істеп жүреді өзі. А неге журналисттер 300 ба сондай еді жалақысы. Сол кезде мен мысалы 500 ба 600 ба сондайдың айналасы, соның экстра төбесінен, то есть там 110% баламның несіне жіберетінмін. Логопед, психолог, несі, бассейн, анау мынау. В общем, бәрін. Өйткені анау до того чувство вины, Иә, мне нужно иә. было как-то соны басу керек болды да. Жаңағы компьютермен жұмыс істеп отырып, логопедте жаңағы сондай неде отырып, бүкіл ақшаны соған салатынмын. Ну, құдайға шүкір, иә, уақытша зат болды, бірақ болды чувство вины. Мгм. Иә. Психосоматикамен жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, Мысалы, мен Америка сіздің үлкен мақсатыңыз болды ғой. Мгм. Мақсатты қалай жоспарлайсыз? Вот мақсат деген идея пайда болды. Одан кейін сіз оны қағазға түсірдіңіз. Одан кейінгі әрекеттеріңіз қандай? Мысалы, қазір психологтар көп қой. Визуализация жаса, медитация жаса, аффирмация айт деген сияқты. Сіздің өміріңізде ондай нәрселер бар ма? Мысалы, балаңызбен көп ата-аналар жаңағыдай сіздің ситуацияңызда баласы ЗПР немесе ЗРР болған кезде жаңағыдай өзін тастап жібереді, ойға батып кетеді, одан балаға еще хуже болады деген сияқты ситуацияларды мен өмірімде көп кездестіргенмін. Тіпті таныстарымның ортасында да қазір ол қоғамның үлкен мәселесі. ЗПР балалар қазір күннен күнге көбейіп жатыр. Мысалы, сол ата-аналарға осындай бір қиындықты қалай бір жақсы сенімді настройдың арқасы ма, әлде бір маманның арқасы ма, қалай сіз өзіңізді сол моментте жинап алып, жоқ, бәрі жақсы болады, біз бұны жеңеміз деген шешімге қалай келдіңіз? М, Мен қорықтым, өте қатты қорықтым. Мен ойладым, мен еще отличница болған соң мына балам ертең оқи алмайды ғой деген ой болды. Құдай кешірсін, бірінші сондай ой болды. Одан кейін көп қорқыныш болды. Маған ертең өскенсін бетіме басады ғой, айтады ғой, мынау не сұмдық, не шешесің деген сияқты. Бірақ ровно бір апта болды. Одан кейін әрекет қой, білмеймін, әрекет етпесең, өзің отыра берсең, онда ол ешкімге керек жоқ екенін түсіндім. Жалпы ешкімге керек жоқ сенің балаң. Даже күйеуіңе мәселе керек жоқ емес, күйеуің вникать етпейді да оған. Өйткені оның шаруада жүрген адам болғансың ба, барлығы деп айтпаймын. Балаға өкінішке қарай оның дамуы мен үлкен өмірге қадам басуына, денсаулығына көбінесе әйелдер вникать етуге мәжбүр. Және ең бірінші зат мойындау, екінші зат вникать. Вникать деген сөздің астында не жатқанын мен сізге айтайын. Менде осындай ЗПР мен тіпті аутизмге кетіп қалған ата-аналар бар. Олар әрбір айтқан адамның әңгімесін тыңдап жүреді да, анау ана апар дейді, сонда апарады, анда апар дейді, сонда апарады, анда апар дейді, сонда апарады. Сіз полумедик болып қалуыңыз керек та, өйткені нужно прям вникнуть. Қалай ол жұмыс істейді, алгоритмін түсіну керек, жаңа мен айтқандай. Алгоритмін түсіну керек та, сол бойынша жоспар құрып, сонымен жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Мен білмеймін, шынымды айтсам, ше не айтатынымды. Мен просто миым солай жұмыс істейді. Опять бұл жаңағындай мектептен қалыптасқан зат сияқты. Қазір де бар ол менде. Мақсат. 5 жылдық, 3 жылдық, 1 жылдық, кварталдық, айлық, апталық мақсат. Ол мақсатты шашу. Слона едят по кусочкам. Слона сразу не съешь. Демек, шашу. Ең басты зат шашу. Бөлу. Және бөлу, бірден результат күтпеу. Мен өзіме қатты программировать етем. Бірден результат ол тек қана лохотрон. Бірден результат ешқай жерде жоқ. Сондықтан үлкен мақсатты алып, шашып тастау керек деп есептеймін. Ол мақсаттың объемына байланысты. Сондықтан мен кез келген қиындықта да, позитивті мақсатта да, ақшқа оқуға түсем бе, баламды нетем бе, менде бір мақсат пайда болса, мен соны әуелі 1 жылдыққа шашам, сосын айларға шашам, сосын аптаға шашам. Қалай? Деп абстрактный затпен шашуға болмайды, нақты цифрамен, нәтижемен шашу керек. Мысалы, мен жаңағыдай оқуға түскім келеді, 1 жылдың ішінде ақшқа тапсырып оқуға түскім келеді дейсіз ба? Статус-кво. Қазір не бар сізде? Ағылшын деңгейі B2, IELTS жоқ, портфолио жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, дым жоқ, 0 да. Осыны бөлесіз. Басқа 3 ай менде толық ағылшынға арналады. Күніне 4 сағат. Және соны міндетті түрде орындау. Күнде. Одан кейінгі параллельно онымен мүмкін, одан кейін IELTS-қа уже жазылып қоям.
чтобы вот не сойти с рельса, IELTS-қа алдын ала жазылып қоямын. 80 мың ба 90 мың ба ол деген ақша ғой. Сосын сол датаға дейін мысалы жүрем, ортасында параллельно портфолио жасау бірдеңе дегенді алып жүресің де IELTS тапсырғаннан кейін екінші этапқа өтесің. Мына құжаттарды жинау, үшінші этап, там білмеймін, университет таңдау, төртінші этап, осылай бір жылға шашасың ғой өйстіп мақсатты. Сосын ай сайын, апта сайын бірінші, одан кейін ай сайын соның несін қарап отырасың, дәптеріңді ашып. Так, мынау орындалыпты, мынау орындалмапты. Неге орындалмапты? Былай істеу керек. Келесі айға қалдырсаң, сен ана мақсатты жылжытпайсың, келесі айда 2 есе жұмыс істейсің. Ол саған сабақ, қалдырмау үшін. Яғни барлығын жазу. Міндетті түрде. Барлығын жазу. Да, міндетті түрде. Және кейінге қалдырмау былай. Адамдар былай ойлайды. Міне, мен 50 бет осы айда оқимын, условно. Келесі айда тағы 50 бет оқимын дейді. Сосын бұл айда 50 бет оқымаса, келесі ай ол 100 бет болмайды. Солай 50 бет болады. Бірақ ол 100 бет болу керек. Менің ойымша. Өйткені адам кейінге қалдырудың салмағын түсіну керек. Мен өзіме солай, сол маған мотивирует етеді. Ана ойбай келесі айға көп болып кетеді деп бітіру керек деген сияқты. Сондықтан сосын ағылшында жаңағы помимо ағылшын оқу, мен оның ішінде бөлгенім есімде, қазір есіме түсіп айтып отырдым да, ағылшын оқуды 3 ай 4 айға бөлдім ба, соның ішінде менде 4 қой өзі, 4 listening, speaking, reading, writing, 4 не ғой, соны бөлдім мен еще 3 айға. Әр парт бойынша мен не істеймін 4 сағаттың ішінде. 4 сағат 4 парт. Listeningқа 1 сағат бойы мен listening тыңдаймын да, заданиялар жасаймын. 1 сағат reading оқимын, 1 сағат writing жазамын, 1 сағат speaking болады деп бөлетінмін. Одан бұрын вокабуляр жасайтын жарты сағат, ол дегеніміз күніне 10 шақты сөз жаттау деген сияқты. Ана тексттен шыққан жаңа сөздерді жазып аламын да, соны жаттап жүрмін. Сондай анау мелко дробить етіп, соны өзіңе прям міндет етіп күніне 4 сағатты алатын шаруа. Мысалы, любой мақсат максимум 4 сағат. Соны бөліп тастасаң, и одан қашан деп жүрмей, соны бөліп тастап, просто забудьте, и 1 жылдан кейін оянсаң, ол реальность болады. Міндетті түрде. Басқаша мүмкін емес. Ол деген, бір күні түсемін мен деп отыру, 5 жыл өтіп кетсең, әлі отырсың, солай болады. Сол айтам ғой, время не наступит, время надо выделять. Бұл менің кредом, да? Время не наступит, время надо выделять. Мен оны қайдан түсіндім дейсіз? Дәл осы сөзді. Фитнесте солай болды менде, ең бірінші. Мен өйткені көп кейінге қалдырған затым еді. Фитнес емес, саулық, тән саулығы деген зат. Сосын не деген зат? Өзіңе тамақ істеу. Менің ең жаман затым, мен тамақ істемеймін вообще. И өте нашар питаюсь, нашар. Мен бір күн дым жемеймін да, екінші күні өліп бауырсақ жеп аламын деген сияқты. Абсолютно. Вообще. Күйеуім бірдеңе істеп берсе жеймін, істеп бермесе доставка жасаймын. Бір айда 1 рет істеу мүмкін тамақ. Жақсы зат деп айтпаймын. Өйткені саулық тамақтан басталады. Өзіме тамақ істеу дегенді мен білмеймін деп жүрдім, сол түсінгенім ол маған керек емес болыпты да. Қазір сен 1 жыл болды фитнеске барасың, бірақ бәрібір мышцың шықпай жатқан кезде ты понимаешь, что уже невозможно. Время не наступит, время надо выделить. Осы күшті сөз екен. Мен үшін инсайт болды. Время не наступит, время надо выделить. Каждый день. Не в месяц, не в неделю, каждый день. Сондықтан мен өзіме дырка іздей бастадым. Графиктегі дырочку ищу в своем графике. Қай уақытта мен өзіме тамақ істей аламын. Өзіме ана балаларға пицца беріп жүргенде ужас. Но өзіме тамақ істей аламын. Белок істеу керек деп ше. Содан қалай ойладым білесіз бе? Дым уақытым жоқ, кітап жазып жатырмын, рилс түсіріп жатырмын, дым уақытым жоқ дедім. Сосын осы 1 ай болды ма, болмады ма, күнде қанша уақытым неге кететінін есептеп бастадым. Оны мен бір кітаптан оқып алдым, есімде жоқ. Біреудің ақылы. Содан күнде қайда кететін өзіңді биоматериал сияқты аласың. Сосын өзіңнің сырттан қарайсың да, қай уақытың неге кетіп жатқанын есептейсің. Просто. Чтобы понять, ақша сияқты ғой, чтобы понять, куда тратится твое время, какие твои деньги. Қарап тұрмын, 4 сағат андай жұмысқа, 3 сағат андай, күшті, 2 сағат Инстаграм, думаю, окей, бұл менің жұмысым, that's fine, өзіңді кінәлі сезінбе, жазып жатырмын. 6 сағат пустой болады, бір күні 4 сағат пустой болады. Қайда кетеді мен түсінбеймін.
анда мында бірдеңе скроллингқа бірдеңе. Сол кезде ойлаймын, мәселе сенде уақыт жоқ та емес, сен просто тамақ істегің келмей тұр. Саған просто полотно тебе пока көрініп тұр да, сенде уақыт бар, просто сенде ниет жоқ, мақсат жоқ соны үйренсем деген. Қазір ол мақсат маған керек, өйткені Енді белок істеп жеу жүрсіз керек. ба? Менде енді былай миым былай жұмыс істейді. Егер мен сол мақсатты күйеуіме айтпаңыздар, иә, мына жерді көрсетпеңіздер, он не должен привыкнуть к тому, что я готовлю. Бірақ мақсат қылып алғаннан кейін менде енді мынандай басталады, менің миым солай жұмыс істейді. Енді мен көп видеолармен, подкасттармен, кітаптар оқи бастаймын осы жөнінде. Мен уже анау корзинама салып алдым. Жаңағыдай Нью-Йорктың бестселлері болған дұрыс тамақтану бойынша кітаптар бар, сондай. Содан кейін менде андай вникнуть в тему деген басталады. Жақсы көремін, өйткені маған ұнайды түсініп, бірдеңені түсініп жасаған. Содан кейін барып менде менің ойымша келесі этаптар ол закупить то, что надо. Одан кейін кішкентайдан басталады. Күнде өлтіріп 5 түрлі тамақ емес, бірінші бутерброд жасап көрейін деген заттан басталады. Мен түсінемін, басталады. Өйткені сол кезде бетің қайтып қалмайды да, 4 сағат анау плитаның жанында бір күн тұрсаң, бетің жаман қайтып қалады ғой. Мен бүйтіп, так, енді мен дырка іздеп, жаңағындай, менде бір дырка бар, андай таңертеңгі уақыт бар, мысалы, таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейінгі бір 15-20 минут уақыт бар ма, сол дыркаға тауға тырысамын. Демек, сол уақытқа шақ тамақ істеп үйренуім керек. Сосын ол кеңейе беру мүмкін. Бірақ бірінші зорланбай, күшенбей, герой болмай, өте кішкентайдан қалыптастыру керек деп миым сондай бір функция жасап береді. Үлкен мақсаттар кішкентай міндеттерден басталады. Я маған солай өмір сүру жеңілірек. Күшті. Сіздің қазіргі ең үлкен мақсаттарыңыздың біреуі, мен білем, балалардың оқуына инвестиция арқылы қаражат жинау. Сіздің ойыңызша неге дәл қазір инвестицияны әрбір қазақ бастауы керек? Біріншіден, бұл сіздің еркіндігіңізді қамтамасыз етеді. Ақша деген еркіндік. Құрал еркіндікті алып беретін. Бірінші кезекте. Екінші, ақша дегеніміз, инвестиция ақша, бұл адамның жүрегін тыныш етеді да, инвестиция. Неге екенін айтайын. Ақшасыз қартаю және сол бойынша уайымдау, біреуге өміріңді аманат ету, масыл болу, балаңа предъява жасау, сен мені асырамайсың, сүйкімсіз болу, қауқарың кету, жалақыңнан жалақы бітеді ғой, пенсияның бетіне қарау, білмеймін, мұның барлығы менің ойымша фэнси сценарий емес, я күшті сценарий емес. Сондықтан ақшта да көп айтады оны. Бүгінгі күн, ертеңгі күнді бүгін ойлану керек. Қаржыда бірінші кезекте. Сондықтан не үшін қазір барлығы инвестициялау керек, және міндетті түрде ұзақ мерзімде гэмблинг айтып жатқан жоқпын. Анау не сияқты, казино сияқты, я. Бүгін сатып, анау ұстап қалу деген, я, ол жерде ол бөлек мамандық. Инвестиция бұл сіздің еркін ертең саяхаттауыңыз, еркін қалаған жеріңізге баруыңыз, бала шағаның мойнына масыл болмай, еркін өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуыңызға кепілдік, міндетті түрде. Және ол үшін міндетті түрде бай болудың қажеті жоқ, анадай. Ол үшін жай ғана алдағы өміріңіздегі 20, 30, 40 жылды сумом қолдану керек, ақылмен қолдану керек. ақш-та біз Йосемити деген паркқа бардық, есімде. Йосемити деген national парк бар. Соның ішінен отель алғымыз келді. Парктың ішінде өзі 3-4 отель бар. 3 күн бұрын қарасам, жарты жыл бұрын бук етіп тастаған. В капитализме адамдар жарты жылдан кейін қай жерде, қай қонақ үйде демалатынын біледі. Біз ол 3 күннен артық білмейміз не істейтінімізді. Так. Көп адамдар негізі есіктен шыққаннан кейін қайда баратынын білмейді. Ол өте менің ойымша заманның ағымына ұйқаспайды да, ол өзіңіздің болашақта мазасыздық күйден ада өмір сүруіңіз үшін қажет. Сол кезде мен таң қалған бірінші еді. Что они знают, где они будут отдыхать через полгода деп. Сол кезде менің ақш-тағы достарым айтқан, мы знаем, что будет с нами через 2 года. Құдай біледі, бірақ фактически қаржылық оның барлығы жаңағы есептеліп қойған. Мен неліктен деген кезде
Сен күні броньдау біріншіден бұл саған үлкен шығын деді. Қаншалықты шығын дедім? 50%-ға деді. Сен оны ертерек броньдасаң ертерек. Екіншіден, бұл сенің уақытың деді. ақш-та сен 3 күн бұрын жұмыстан кете салып, ойбай дей салмайсың. Ол сен бірнеше ай бұрын ескертілу керек, айтылу керек. То есть барлығы өте сондай. Сол кезде мен күйеуіміз екеуміз бір күн таң қалғанбыз. Қалай жарты жыл бұрын Йосемите біз бурабайға бір күн бұрын жазамыз ғой, ертең босарым бар ма жоқ па, или болмаса біз өте краткосрочно ойланамыз да. Инвестиция адамды ұзақ мерзімді ойлануға үйретеді, ақшаның қадірін түсінуге үйретеді, сізге еркіндікті қамтамасыз етеді, ешкімге масыл болмауды қамтамасыз етеді, және бұл сіздің үлкен подушкаңыз. Қауіпсіздік подушкасы бар адам ешқашан ешкімге тәуелді болмайды. Сондықтан мынау қазір минуста жатыр ғой, мысалы, сондай бір ситуацияларда қорқып, шошып, бес тиынын салып қойып, соны күні түні аңдымай, сосын барып бүкіл ақшаны салып тастап, соны бір табыс көзі көрмей, андай болады ғой. Иә. Бүкіл табысын салып тастап, жай ғана ұзақ мерзімді жоспар қылу қажет деп ойлаймын. Менің философиям сондай. Күшті, керемет. Сұхбатымыз керемет болды, өзіме қатты ұнады, соншама инсайттарға толы. Енді сізге соңғы сұрақ, Әлия Әшімнің алдағы 5 жылдықтағы ең үлкен арманы қандай? Ау. Айтсам орындамай қала ма деген. Мақсат көп, мен дәптерімде жазылып тұр. 5 жылдық прям фактически айту керек па, әлде Өзіңіз білесіз. Өзіңізді 5 жылдан кейін қайдан көресіз? Сейчас будет очень амбициозно. Я очень амбициозный человек, просто бірақ айтқым келіп тұрған жоқ. Я оставлю себе. Бірақ мен түбегейлі өзімнің саламды және өзімнің мамандығымды өзгерткім келеді. Да? Түбегейлі, иә. Бұл бірақ жеке брендтен кетеді деген сөз емес. Бірақ мен өзімнің осы маған қызықты салада ірі кәсіпкер болғым келеді. Сондықтан мен қаржылық сауаттылықты бастаған шығармын. Біріншіден. Екіншіден, мен 5 жылдық емес, одан үлкен мақсатта өте ірі филантроп болғым келеді. Әлемдік деңгейдегі. Айтып тұрмын ғой, менде кете берсе кете береді. Ал 1 жылдық мақсатым өте қысқа айтсам, әлемдік деңгейдегі дегенім бұл, мен мысалы бүгін Оскарды көріп отырмын, мен өзімді мысалы ол жерде елестете аламын. То есть менде ондай ой, маған қайда ол деген ой жоқ. Мен кейде өзімді тіпті анау J.Lo концертке келіп, залдарында жүрді ғой, сол кезде өзімді сондай жерде де елестете аламын. То есть ол мәселе әнші болу, актер болу да емес, мәселе сондай адамдармен араласа алатыныма сене аламын деймін да. Болады, болмайды да емес мәселе. Болмай қалса трагедия дегенде де емес мәселе. Бірақ мәселе в том, что адам жасағанда адам жасайды деген түсінік бар да. Олар да адам. Адам өте қарапайым жерден шыққан адамдар. Бірінші, бұл үлкен мақсаттар. Ал 1 жылдық менің қазіргі мақсатым, қазір шешуім керек мақсатым бар. Менің дәптерімде красным написано 3 мақсат. Біреуі кітабымды аяқтау, желтоқсанға қатысты. Бұл менің жұмысыма қатысты. Екінші, үйге міндетті түрде үй жинайтын, сосын тамақ істейтін, мен тамақ істеймін деп едім ғой. Тамақ істейтін адам алу, мен өліп қалам әйтпесе үй деген. Сосын водитель алу. Күшті, керемет. Себебі менің өмірімнің ұзақ бөлшегі, қазір өз уақытымызды өзіміз сатып алатын болдық қой. И сол заттарды жабу қазір менде үлкен мәселе болып, андай болып отыр, мен андай водитель алу деген сияқты. Қазір сондай қорықпау керек сияқты, меніңше. Қорыққан емес, просто ойлап отырмын да, андай со стороны насколько это выглядит. Окей, не суть. Но бұның барлығы не үшін екенін айтайын. Өз уақытымды сатып алу маған үлкен шығармашылық еркіндік береді. Маған өте үлкен энергия береді. Өйткені менде көп идея бар. Мен прям күнде түнде мен көп зат істеуім керек деген оймен ұйықтаймын да, сондай оймен тұрамын. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Сосын бір күйбең заттар болады енді күнделікті.
сол көп күйбеңді басқа біреуге тапсыратын менде сондай осы жылғы задачам сол. Күшті. Керемет. Сосын прайм эра басталады деген ба. Қазақтың қыздары, меніңше, білімді қыздарының прайм эрасы ешқашан тоқтамайды. Тоқтаған емес, тоқтамайды да. Сол себепті сіздің прайм эраңыз сіздің бала күніңізден бастап әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Просто мен ойымша уақыт өткен сайын масштаб өзгеріп жатыр. Әр уақыттың өзінің масштабы бар. Бүгінгі сұхбатта сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сондай керемет подкаст болды, инсайттарға толы болды. Ал сіздерге де ұнаса, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде маған тіркеліңіздер. Себебі осы каналда осындай керемет тұлғалармен сіздерге арнайы контент жасауға ол мені мотивациялайды. Сізге көп рахмет. Сіздермен болған мен Дана және біздің қонақ Алия Ашым. Рахмет.